Видео тікшек ректумға арналады. Тікшек ол ас қорыту жүйесінің соңғы бөлігі болып табылады. Негізінен топографиясынан бастасақ бірден. Топографиясына келетін болсақ, ректум бұл кіші жамбас қуысында орналасады деп айтасыздар. Голотопиясы. Скелетопиясына келетін болсақ, ол жамбас қуысындағы сегіз көз мүйісі мен құйымшақтың арасында жатады. Енді оның синтопиясына келетін болсақ, ер адамдарда және де әйел адамдарда өзінің ерекшеліктері болады. Мінекей әйел адамдардан бастасақ, мынау тікшек. Ол тікшектің артқы бөлігінде көріп тұрмыз, сегіз көзімен шектеседі, құйымшақ екеуімен. Сонымен қатар алдыңғы жағынан қынаппен шектеседі және де жатырымен шектесетін болады. Ал ер адамдарда ол мінекей тікшек болса, мінекей қуық асты безімен шектеседі, қуықпен шектеседі. Сонымен қатар енді оның артқы жағынан также сол сегіз көзбен шектесетін болады. Енді оның жалпы құрылысына келетін болса, тікшек жалпы сыртқы құрылысы жағынан тоқшектің басқа бөлімдеріне қарағанда, мінекей көріп тұрсыздар, тоқшекке қарағанда ол асшекке ұқсас болып келеді. Яғни ешқандай да бұда тоқшектікіндей қампаймалар, таспалар жоқ екенін көруімізге болады. Және де тікшек жамбас қуысы мүйісінің тұсында кіші жамбас қуысына өткеннен кейін екі түрлі иілімді түсетін болады. Бұл мына бірінші иілімі, сегіз көздік иілімі, флексура сакралис деп аталады. Екіншісі бұл шаттық иілімі, флексура перинеалис деп аталады. Осыған сәйкес, яғни тікшектің орналасуының өзінде де екі бөлге бөліп қарауымызға болады. Яғни оның бір бөлігін парс сакралис сегіз көздік бөлігі және де парс перинеалис шатаралық бөлігі деп екі топқа бөліп қарауымызға болады. Тікшектің ең соңғы бөлігі, яғни ол анус арқылы аяқталатын болады. Сонымен қатар осы тікшекте оның кеңейген бөлігін ажыратып қарауымызға болады. Ол кеңейген бөлігін бізде ампуласы деп атайды. Ампула ректи. Осы ампула ректидің жалпы 8-16 сантиметрге дейін кеңейетін болады негізінен. Және де осы анустың жалпы тікшектің негізінен ұзындығына кететін болсақ, ол 13-16 сантиметр болып келеді. Ал жамбас қуысындағы ұзындығы оның 2,5-3 сантиметр негізінен, және де шат қуысындағы ұзындығы 10-13 сантиметрді құрайтын болады. Практикалық хирургияда оны 5 бөлікке бөліп қарастырады. Яғни мына ампула болатын болса, ампула үсті, жоғары ампулалық, ортаңғы ампулалық, ампула асты және де шатаралық бөліктерге бөліп қарауымызға болады. Енді осы тікшектің қабырғаларының құрылысына келетін болсақ, шырышты, шырышасты, бұлшықетті және сірлі қабаттардан тұрады. Тікшектің осы ең алғашқы шырышты қабаты ең жақсы дамыған қабат болып келеді. Шырышты бездерге бай, жылтыр, бүрлері жоқ, лимфа түйіншелері өте көп болып келеді. Келесі бұл бізде шырышасты негізі туника субмукоза болып келеді. Құрамында қан тамырлар және де нерв өрімдері өте көп болып келетін бөлік болып табылады. Осы шырышасты негіздің жақсы дамуына байланысты тікшектің тұсында көптеген қатпарлар болады. Мына жерде енді қатпарлар дұрыс көрінбеген, бірақ та сонда да енді шамалап көрсетуімізге болады. Тікшектің бойлық қатпарлары мінекей мына жерлерде орналасады. Плика лонгитудиналис. Шырышасты негіздің қалыңдығында созылмалық қасиетке байланысты болып келеді. Тұрақты және тұрақсыз қатпарлардан тұрады. Сонымен қатар мына тікшектің ең соңғы, яғни анусқа аяқталатын жерлерінде калиумный анализ деп аталатын оның
бағаналар түзетін болады. Бұл бойлық қатпарлар нәжістің еркін өтуі үшін қажет болып табылады. Сонымен қатар тік ішектің көлденең қатпарлары плика трансверсалис ректи деп аталады. Мінекей мына жерлер яғни осылардың аралығында орналасатын қатпарлар болып табылады. Бұл тік ішектің өту жолының шеңберінің 1/3 бөлігін құрайтын болады. Тік ішектің артқы өтіс жолында, яғни олар спираль тәрізденетін болады. Осы мына артқы өтіс қойнаулары синус анализдің төменгі бөлігінде шыршасты негізінде олар вальвуля анализ деп аталатын артқы өтістің жапқыштарын түзуге қатысатын болады. Осы вальвуля анализ, яғни плексус анализ, осы колюмн анализдің түп жағында бізде көптеген қантамыр өрімдері орналасатын болады. Плексус геморроидалис деп атаймыз, яғни оны геморроидалық өрім деп атайды. Дәл осы аймақтың қабынуын геморрой деп атаймыз. Енді тік ішектің келесі бұл бұлшық етті қабаты. Бұлшық етті қабаты бірыңғай салалы ішкі көлденең және сыртқы бойлық еттік қабаттардан тұратын болады. Сыртқы бойлық қабаты негізінен стратум лонгитудинали болып табылады. Ол мускулюс леватор аниді түзетін болады. Сонымен қатар ішкі көлденең қабаты стратум циркуляри деп аталады. Ол тік ішектің артқы өтіс тесігінің еріксіз қысқыш бұлшық еті мускулюс сфинктер ани интерниді түзуге қатысатын болып келеді. Және де тік ішектің ең сыртқы қабаты бұл сірлі қабықпен біркелкі жауып орналасылады. Ішастарымен жабылуы бұл тік ішектің әр бөлімі әртүрлі жабылатын болады. Яғни бұл тік ішектің, например, жоғарғы жауығы интраперитониальды, яғни барлық жағымен жабылатын болса, ортаңғы бөлігі ол мезоперитониальды, тек үш жағымен ғана жабылады. Және де төменгі бөлігі экстраперитониальды, тек бір жағымен ғана жабылып жататын болады ішастарымен. Назарларыңызға рахмет.